Баршаңызға сәлем достар. Бүгінгі видеода мен сіздерге сакура гүлінің жасалу жолын көрсететін боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен бізге осындай шашы пішіндес 5 дана парақ қажет. Оны осылай симметриялы етіп бүктейміз. Содан соң осылай жартылай етіп бүктейміз. Содан соң осы әрекетті қайталаймыз. Міне бізде осындай фигура шығуы керек. Оны осылай ішке қарай кіргіземіз. Содан соң осылай бүктейміз. Міне осы әрекетті жасаймыз. Дәл осылай қалған 5 парақты да қайталап шығамыз. Міне 5-еуін де дайындап алдық. Енді бұларды бір-біріне біріктіруге кірісеміз. Міне достар, біздің сакура гүліміз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер сізге видео ұнаса, міндетті түрде каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз.